Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен 5-ші бөлімді жалғастырамыз, яғни 62-63 беттерді талдап түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетсеңдер, өте жақсы болар еді. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Exercise 1. Check the meaning of the words. Мына сөздердің мағынасын аш дейді. Complete the photo, description with 5 of the words. What holiday do you think this is дейді. Яғни мына мәтіндегі қалып кеткен сөздерді біз толықтыруымыз керек. There are a lot of people in the photo. There is a woman in a red dress in the middle. Next to, яғни біріншісіне next to сөзін қоямыз. Next to her there is another woman. She is old and she's got a red and a yellow dress. Екінші behind'ті қоямыз. Behind them there are some trees and a yurt. There is another yurt in the right and a beautiful carpet under it. Үшіншісі under сөзін қоямыз. There are some people between the two yurts. On the left there is a table with a lot of food on it. There is a body in front of the table. He's got strange hair. Және де бізде сұрақ бар. What holiday do you think this is? Мәтін не туралы қандай мереке жайлы айтылған дейді. Яғни бұл наурыз мерекесі жайында айтылған, киіз үйлер тігілетіндігі және де ұлттық киімдер киілетіні жайында айтылған. The people in the photo are celebrating Наурыз. Наурыз мерекесін тойлап жатыр дейді суретте. Енді екінші тапсырмаға көшеміз. Exercise 2. Read the special days calendar and write the names of the holidays. Then listen and check your answers. Яғни бұл тыңдалым, жауап бізде бірінші New Year's Day, яғни тыңдалымда айтылған, екіншісі наурыз мерекесі, үшіншісінде Capital Day, яғни астаналар күні, астана күні. Екінші жаттығуды осылай жазып аламыз. Келесі үшінші жаттығу. Look at the words in blue in the text. Текстегі көкпен жазылған сөздерге қара мән бер дейді. Then choose the correct words in the rules. Сол сөздерді дұрыстауымыз керек, яғни мына ережеден дұрыс тауып жазуымыз керек. Бірінші, we use adverbs of manner to say how something happens or is done. Екінші, we form adverbs of manner by adding ly, яғни ly жалғауы жалғанған кезде дейді, to an adjective. Жауабы осы екеуі болады. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Complete the sentences with adverbs formed from the adjectives in bracket. Яғни жақшадағы сын есімдерді дұрыс формада, яғни жалғауларын дұрыс жалғап ашып жазуымыз керек. Бірінші, they decorate the houses beautifully. Олар үйлерін өте әдемі сәндепті дейді. The children sing quietly. Балалар баяуырақ ән айтып жатыр дейді. Read this sentence carefully. We walk quickly. Please speak slowly. Осы жауаптарды жазып шығамыз. Келесі бізде 5-ші жаттығу. Exercise 5. Exercise 5. Find the sentences in the text. Мына сөздерді тексттен тап дейді сөйлемдерді. What do you have to and don't have to mean? Жауап. We use have to express obligation. We use don't have to say that something isn't necessary. Яғни осы сөздер бізде текстте айтылған екен. Келесі 6-ші жаттығу. Exercise 6. Complete the sentences with have to or don't have to. Яғни мына сөйлемдерді have to немесе don't have to сөздермен толықтыруымыз керек. Бірінші, on the day before Құрбан айт, people have to clean their houses. Құрбан айт мерекесінен бұрын адамдар үйлерін тазартуы керек дейді. Екінші, I don't have to get up early on Sunday. Мен сенбі күні ерте тұрмаймын дейді. We don't have to cook. We can buy a pizza. Біз тамақ пісірмесек болады. Біз пицца сатып аламыз дейді. Төртінші, you have to behave well if you want a present. Бесінші, Quat's only third. He doesn't have to go to school дейді. Яғни 6-ші жаттығудың жауаптары міне.
Келесі 7-ші жаттығу. With the information about a, an, and the. Яғни a, and the артикльдер туралы информацияға қара дейді. Then find examples in the text. Мысалдарды тексттен іздеп тап дейді. Бірінші, we use a, and with singular nouns when we mention something for the first time. Бұл жерде бірінші, a party and all tradition in a very popular holiday. Екінші, the party, the country. Үшінші, екінің be, the biggest, the first. Яғни осы мысалдарды біз тексттен теріп жаза алады екенбіз оқушылар. Келесі 8-ші жаттығу, exercise 8. Working groups, яғни топтық тапсырма. Make a special days calendar to send to school in another country. Әр елдегі арнайы күндер туралы мәлімет жинақтап кел дейді календарға қарап. Яғни бұны сыныпта әр қайсысы өзі орындайтын болады. Бұл тапсырманы мен бір нәрсе жазып берсем, сендерге қате болып қалуы мүмкін, оқушылар сәйкес келмеуі мүмкін. Дұрыс жазамын, бірақ сендердікімен сәйкес келмей, сендер төмен баға алып қалуларың мүмкін. Сол себепті бұл тапсырманы әркім өзі орындасын. Келесі бізде 63-ші бет, exercise 1. Match the words in the box with the ordinal numbers 1 till 6. Then say the ordinal numbers. Яғни бұл жерде біз мынау берілген сан есімдердің жазуымыз керек. Бірінші дейді 28, 28-ші дейді. Яғни оны 28 деп айту үшін бізге 28 деп айтамыз. Екінші 11 дейді, 11-ші дейді. Оны біз 11 деп айту үшін 11. Яғни бұл жерде оқушылар санмен емес, әріппен жазуымыз керек. 28, 11 дейді, 6, 6-шы дейді. Яғни оны былай жазамыз. Келесі 3, 3-ші дейді, 3 былай жазылады. Келесі 14, яғни ол былай жазылады. Келесі 30, 30-шы дейді. Осылай жазып шығамыз. Келесі 2-ші жаттығу. Exercise 2, study the key phrases. Яғни мына ключевые словаларды оқы дейді. Then say dates 1 till 6, then listen and check дейді. Мыналарды, яғни 6 санмен берілгендерді сөзбен жаз дейді. Бірінші, the 2nd June. Екінші маусым дейді. The 26th August. 26-шы тамыз дейді. The 15th January. 15-ші қаңтар дейді. The 1st of March. Бірінші наурыз дейді. The 22nd of October. 22-ші қазан дейді. 31st of May. 31-ші мамыр дейді. Яғни осы сандарды біз сөзбен жазуымыз керек болған. Келесі 3-ші жаттығу, exercise 3. Listen to two conversations, choose the correct words. Бұл жерде дұрыс сөзді белгілеуіміз керек. Яғни тыңдалымды ол үшін бірінші тыңдау керек. Conversation 1 is about maths exam. Яғни математикалық экзамен жайында айтылған екен бірінші тыңдалым. Екінші, conversation 2 is about a football match. Футбол матчы жайында айтылған екен екінші conversation. Осыларды жазып аламыз. Оқушылар, келесі 4-ші жаттығу, exercise 4. Listen again and complete the sentences. Тыңдау керек және де бос орындарды толықтыру керек. Бұл жерде the exam is on бұл жерде the exam is on 2nd қой, мына жерде қате болған. Екінші маусым дейді. Келесі it's on a Wednesday. Келесі the final is on to 17th March. Келесі it's on a Saturday. Яғни тыңдалымда осы сандар айтылған екен. Уақыттар. Келесі 5-ші жаттығу, listen and repeat the dialogue дейді. 5-ші жаттығуда оқушылар жазатын тапсырма жоқ, тыңда және де диалогты қайтала дейді. Карл мен Лизаның арасындағы диалог екен. Карл бастаған, what date is your birthday? Сенің туған күні қашан дейді. It's on 20th July. Ол 12-ші шілде дейді. What day is that? Бұл қай күн дейді. It's a Tuesday. Бұл сейсенбі дейді. Are you having party? Туған күніңді жасайсың ба дейді. Яғни кеш өткізесің бе дейді. Yes дейді. Әрине дейді. When is it? Ол қашан дейді. It's on 16th July.
It's a Saturday. 16 шілде жасаймын, себебі ол 16 шілде жасаймын дейді, себебі ол жексенбіге түседі, яғни демалыс күні жасаймын дейді, иә. Осылай оқып қайталаймыз. Келесі 6-шы жаттығу. Activate. Change the words in blue in exercise 5 using your own ideas. 5-ші жаттығудағы диалогтағы көкпен жазылған сөздердің орнын ауыстырып, жаңадан диалог құрастырып жаз дейді, иә. Мысал ретінде жаздым мен. Бұл жерде Маржан мен Айсұлу есімді адамдарды алдым. Бұл жерде өздерімен қастарындағы сыныптастарыңды алып жазсаңдар болады, иә. What date is your birthday? Сен туған күнің қашан деймін? It's on 11th December. 11-ші желтоқсан дедім. Мысал ретінде жаздым, иә. Бұл жерге өз туған күндерін жазсаңдар болады. Келесі, what day is that? Бұл қай күн дейді? Яғни 11-ші желтоқсан ол бізде дүйсенбіге кеткен. It's a Monday. Ол дүйсенбі. Are you having a party? Туған күн жасайсың ба? Yes, of course. Иә, әрине. When is it? Ол қашан дейді? It's on 9th December. 9-ші желтоқсан жасаймын дейді. Себебі ол жексенбі күнге түседі. Демалыс күні жасаймын деп жаздым, иә. Мысал ретінде оқушылар осы жердегі туған күндеріңді және күндерді өздерің өзгертіп жазыңдар, себебі бұл қате болып қалуы мүмкін, иә. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.